Сәлем достар, мен бүгін сіздермен өте адамға пайдалы организмді холестериннен, әртүрлі шлактардан тазалайтын және салмақтың тастауына көмектесетін осындай бір смузиді сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Бұл смузиді міндетті түрде тамақтан кейін, яғни таңғы астан кейін 1 сағаттан соң немесе таңертеңгі тамақтан соң сағат 11-лерде перекустың орнына ішсеңіздер болады. Таңертең тұрып ас қарынға ішуге болмайды. Енді ең алдымен мен осындай бір бума укроп пен петрушкамызды турап алдым. Енді блендерге салатын боламыз және жасыл алмамызды турап алдым. Яғни ортасын тазалап, майдалау етіп турадым. Блендерде жақсы майдалануы үшін. Міне осылай жасыл алмаларымызды да салып алдық. Енді 2 финикейімізді дәнегінен тазалап, 2-ге бөліп салып жібердім. Және үстінен 1 стақан суымызды құйып, барлығыны бірге майдалайтын боламыз. Достар, бұл смузиді 5 күн ішсеңіздер болады. Яғни мен бұның бірінші күнін сіздерге салдым. Тағы да 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші күндері әртүрлі орындарын ауыстырып көкөністердің смузи дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, келесі видеоларды да күтіңіздер. Міндетті түрде осы смузиді ішіп арықтаңыздар. Сіздерге ас болсын.